Армысыз достар, бүгінге мен сендерге PokerDom сайтында боламын. Мен сендерге бүгін көрсететін бір ойынды, ол дайвер деген ойынды, осы жерге дайвер деген ойынды қосамыз. Осы ойынға менде өз стратегиямды бар, сол стратегиямды қазір ойнап көреміз достар. Так, осы жерге қоятымызда ақшаны. Көрдің бе достар, менде бүгінгі осы видеоны мен сендерге айта кетейін. Мен кейбір кезде ставкаларды баланста менде 100, 200, 300 мың болады. Ал осы видеода мен сендерге көрсететін боламын. Кішкентай ақшамен қалай ақшаны көтеруге болады. Өйткені адамдар кіреді, көп ақшамен кірмейді, о дұрыс қой. 3-4 мың теңгемен кіреді. Менде бүгінгі баланста 18 мың теңге. Мен сендерге көрсететін боламын, қалай ақшаны көтеруге болады. Ал енді кеттік достар. Стратегиямен қараңыздар. 1000 теңгені қойдық осы жерде. Так, 2000-де бізде коэффициентіміз тұрады. Көрдіңіз бе, ұттық. Сол ставкамен ойнай береміз 1000 теңгемен. Ұтылсан, ұтып бара жатсақ, біз ставканы көтереміз достар. Көтеріп ақшаны басынан сол ұтылған ақшаны біз орнына қоямыз. Ал енді кеттік достар. Көрдіңіз бе достар, ұтыл қалдық, біз көтереміз. Ставкамызды қойдық. Достар, айта кетейін сендерге, осы видеоның астында описанияда бізді PokerDom ссылкасы тұрады. Промокодымен бірге тіркеліңдер достар, бізбен ойнаңдар, бізбен стратегиямызбен ойнауға кірісіңдер, ойнасыңдар достар. Біз қалай ақшаны көтереміз, бізбен бірге ақшаны көтеріңдер біздің стратегиямызбен. Көрме достар, 2 рет ұтылдым, мен ставканы көтеретін болдым, 4000 теңге. Ал енді кеттік достар. Сендерге айтатын кетейін, сол стратегиямен сеніп ойнаңдар достар, бәрі жақсы болады. Көрме достар, ұттық. Ал енді түсіреміз, сол баяғы бастап атқан 1000 теңгемен сонымен ойнай береміз ары қарай. Так, ал енді кеттік достар. Кетті. Сол жағынан достар, сендер өздеріне ойнауға болады. Көрме достар, ұтылдық. Ал енді сол 2000 теңгемен қоямыз. Мен сендерге бір жағдай айта кетейін. Сол кеше болған, менде баланста 10 мың теңге жатқан. Мен осылай жатқан үйде не істеуге болады. Кірдім. Көрме достар, ұтыл қалдық. Ал енді сол 4000 теңгені қоямыз. 10 мың теңге тұрды. Мен кірем. Баланста тұрған 10 мың теңге. Сол дайвер ойынға кірем. Ойлаңыздар достар, сол стратегиямен, ойнап атқан стратегиямыз, қазір мен сендерге көрсетіп атқан стратегиямен, достар, ойлаңдар, сол ұтып атқан 10 мың теңгемен 3 сағаттың ішінде мен 100 мың теңге көтердім достар. Сенесіңдер ма? Кішкене уақыт болды, 3-4 сағаттың, шын айта кетейін, 3-4 сағаттың ішінде сол 100 мың теңге ұттым ғой. Так, ал енді сол баяғы 1000 теңгемен ойнай береміз достар. Кетті. Так. Сендердің ойынша достар, қалай ойлайсыңдар? Сендер осы PokerDom сайтында қай ойынды ойнайсыңдар? Краш ойындар ойнайсыңдар ма? Әлде басқа бір ойындар ойнайсыңдар ма? Казино ма? Әлде басқа ойындар ойнайсыңдар ма? Казино, спорт және жайлы ставкалар қоясыңдар ма? Әлде киберспорт жағынан қоясыңдар ма ставканы? И қандай сендерде ойын ұнайды? Комментарий жазып кетіңдерші достар. Бізге қызық болады. Біздің каналымызды тіркеліңдер достар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, комментарий жазып кетіңдерші. Біздің контентіміз сендерге ұнай ма? Көрсеткен минустар бар болса жазып кетіңдер, плюстар болса ұнасаңдар лайк басыңдар достар. Біз сендермен боламыз. Көрдің бе достар, ұтылып қалдық. Ал енді сол тағы басынан 2000 теңге қосамыз. Көрдің бе? Кеттік. Сол 2000 теңге кетті. Бізге сол баяғы 2000 теңгені орнына қою керекпіз. Дұрыс па? 1000 теңгені ұтылып қалдық, соны көтеру керекпіз достар. Көрдіңдер достар, ұттық. Ал енді сол баяғы 1000 теңгеге келеміз. Так, кетті. Достар, асықпай ойнасаңдар, біздің стратегиямызды сеніп, ойнап, ақшаны көтеруге болады. Асықпай, біздің стратегиямызды сеніп, ойнап, андай жатып үйде демаласыңдар ғой, дұрыс па? Жұмыстан келдіңдер ма, әлде
бір шаруамен жүрсеңдер үйде жатып андай баланста 3-4 мың теңге жатып біздің стратегиямызды ойнап ақша көтеруге болады достар. Менде таныс адамдар бар, олар қазір жұмыс істемей осы біздің покер домда дайвер деген ойындарды басқа покер ойнап басқа ойындар ойнап жұмыс істемей осы жерде ақша ұтады. Ол енді конечно достар жақсы емес, жұмысымен болу керек. Мынау деген ол кішкене көтеріп дегендей адамдар ақша болмай жатса көтеріп кішкене андай қалтында бар ақша болу керек дегенде осы стратегияны көрсетіп баратырмын достар. Қалай менімен байып кетуге болады достар. Мен өзім ойнаймын, мен күнде ойнаймын достар. Көрдіңдер ме, ұтылып қалдық 2 рет, сол ставканы көтереміз. Мен күнде ойнаймын осы краш ойындарды достар. Асықпай 3-4 сағаттың ішінде ойнаймын. Мен ойнап жатқан уақытым ол кешке жақын, әлде түнге жақын. Осындай уақыттармен ойнасыңдар. Көрдіңдер ме достар, ұтылып қалдық. Мен қазір ставканы көтердім. Ал енді кетті. Сол баяғы ойындарды ұтып ойнауға болады достар. Кетті. Көрдіңдер ме достар? Так, алдымен енді кетті. Ойнап жатқан ойымыз. Көрдіңдер ме достар? Ұттық. Ал енді біз сол баяғы 1000 теңгемен келеміз. Ставка кет. Осы үлкен коэффициенттер болса, солар қарамаңдар достар. Біз өзіміз ставкамыз бар, біздің өз стратегиямыз бар. Сол стратегиямен ойнай береміз. Соған сеніп ойнауға болады. Кетті достар. Сендер достар ойнаңдар, бізбен бірге қалай ақшаны ұтуға болады, біз сендерге көрсететін боламыз. Так, қойдық достар. Ал енді айта кетейік. Так, ойын кетті. Так, достар қараңдар. Сол мен баяғы отқан ақшаны мен қоймаймын достар. Мен сол 1000 теңге сол ақшамен ойнай беремін. Так, 1000 теңгемен ойнаймын. Енді ставка кетті, ұттық. Сол басынан ойнауға болады достар. Асықпай көтеруге болады ақшаны. Сеніп ойнап көтеруге болады. Көрме достар, мен сендерге баланста көрсеттім. 19 000 теңге болды, қазір 25 000 теңге. Асықпай тағы көтереміз достар. Сол схемамен ойнасақ, тактикамен ұтуға болады ақшаны. Көрме достар. Так, әлмен кетті тағы. Так. Тағы қойайық. Так, кетті. Асықпай көтереміз достар. Тағы осы ойындармен краш ойындарды, кейбір ойындарды көрем. Маған ұнамайды достар, шын айта кетейін. Мен осы ұтатын ақшаны мен бүкіл ойындар, краш ойындарды көрем. Өйткені басқаны көру керек қой, дұрыс па достар? Көрме достар, ұтылып қалдық, тағы көтереміз ставканы. Аха, кетті. Көріп қоям, басқа ойындарды көріп ойнап көрем. Маған ең ұнайтын ол дайвер ойын деген. Шын айта кетейін достар. Көрме достар, ұтылып қалдық, тағы бастадық, ставканы қойдық. Так. Ставканы қойдық. Көрме достар, ұтылып қалдыңдар, коэффициентті көтереміз. Осылай көтеруге болады достар. Асықпай өздерін сеніп ойнап. Көрме достар, ұттық 28 000. Сендерге айта кетейін достар, осы ойындарды бізбен бірге ойнап көріңдер. Достар, мен сендерге бүгін көрсетіп жатқан ойында ол дайвер деген ойын. Стратегиямды көрсеттім сендерге достар. Өздерін көріңіздер, қалай ақша көтеруге болады. Осы бәрі ойнап жатқан ойында ол сайт PokerDom. Осы видеоның астында достар, описанияда PokerDom ссылкасы тұрады. Промокодымен бірге промокодты жазып тіркеліңдер достар, бізбен ойнаңдар. Келесі кездескенше.